Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тойымды, дәмді болып шығатын әсіпті бірге жасаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар пияз, сәбіз, күріш және тартылған ет. Ең әуелі пиязымызды майдалап, текшелеп турап аламыз, ал сәбізімізді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Күрішті жақсылап жуып, үстіне қайнаған су құйып 20 минут бұқтырамыз. Барлық заттарды дайындап алған соң, үлкендеу ыдысымызға барлығын салып, татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып, жақсылап біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Әсіпті жасау үшін бізге ішек қажет болады. Жылқының немесе қойдың ішегінде пайдалансаңыздар болады. Мендегі жылқының ішегі бір басын тігіп, ал екінші басын пластик бөтелкені кигізіп, дайындап қойған салмамызды саламыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар болады, өте ыңғайлы. Қатты тығыздап салудың қажеті жоқ. Себебі жартылай бұқтырылған күрішіміз ісініп, ішектерімізді жарып жіберуі мүмкін, сондықтан да тығыздап салмаңыздар. Сонан соң үстінен 2 немесе 3 ас қасықтай су құйып, ішегіміздің екінші басында жіппен тігіп қоямыз. Міне біздің әсіптеріміз дайын. Енді оны салқын суға салып, 1,5 сағаттай қайнатып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің әсіптеріміз дайын болды. Өте тығыз, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео пайдалы болған болса, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.